сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бірге грек жаңғағы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Грек жаңғағының сыртқы түрі шар тәрізді болып келеді. Ол мамыр айында гүлдеп, қазан айының аяғында жемісін бере бастайды. Жаңғақ қабығына байланысты қалың және жұқа болып келеді. Жаңғақтың миға мереке, ақыл азығы деген атаулары да бар. Оның сыртқы пішінінің өзі адам миын еске түсіреді. Жиналған жаңғақ дәндерін ұзақ сақтау үшін күн көзінде кептірген. Құрамында магний көп болуына байланысты ұйқыны жеңілдетіп, жайлылық сыйлайды. Сүт пен ет құрамында ақуыз қаншалықты көп болса, грек жаңғағы да олармен тең түседі. Еш зақым көрмеген сау ағаш жылына 300 килограммнан астам таза жаңғақ береді. Жаңғақтарды тұрақты тұтынатын адамдарда инфаркт қаупі азаяды. Грек жаңғағы 7 түрлі аурудың алдын алуға көмектеседі. Біріншісі, қатерлі ісікпен күреседі. Грек жаңғағы ақуыздың, пайдалы майлардың, талшықтардың және біздің ағзамызға қажетті көптеген дәрумендер мен минералдардың тамаша көзі. Омега-3 май қышқылдары грек жаңғағында кездесетін фитостеролдармен бірге сүт безі қатерлі ісігінің өсуін баяулатуға көмектесетіні дәлелденген. Екіншісі, жүректің денсаулығын жақсартады. Күніне 3-4 жаңғақ жеу жүрекке пайдалы. Холестериннің сау деңгейін сақтайды. Үшіншісі, қант диабеті қаупін азайтады. Грек жаңғағын тұтыну екінші типті қант диабетінің қаупін азайту мүмкін екендігі дәлелденген. Төртіншісі, салмақ тастауға және сау ақыл-ойға көмектеседі. Грек жаңғағында Е дәрумені, фолий қышқылы да бар. Әртүрлі ғылыми дерек көздері жаңғақ тұтыну жастардың ой-пікірлерінің, мидың жақсаруына ықпал ететіндігі көрсетеді. Күніне 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген бала алғыр, зейінді болады деседі. Бесіншісі, ең жақсы антиоксидант. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін маңызды компонент. Бұл жасушалардың шамадан тыс қартаюына жол бермейді. Алтыншысы, жаңғақтағы майлар аштық сезімін төмендетіп, асқазанның жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Осылайша семіздік пен онымен байланысты ауруларды емдеуге ықпалы тиеді. Жетіншісі, грек жаңғағының керемет құпияларының бірі еркектердің құнарлығын арттырып, оған әсер етеді. Ұнтақталған, кесілген және майдалап үгітілген грек жаңғағының піскен жемістерін алма, қант қызылшасына қосып түрлі салаттар жасауда. Конфет, торт, печенье, халва, кондитер өнімінің басқа түрлерін даярлауда пайдаланылады. Жаңғақ нәрестені жоспарлап отырған әйел үшін маңызды йодтың құнды көзі болып келеді. Достар, менің ақпаратым ұнап жатса, маған тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер.